Армысыз көрермен. Бүгін Рух реалити шоуының 3-ші сериясын талқылайтын боламыз. Ең бірінші талқылайтын нәрсе Санидің көрерменнен жасырған қандай құпиясы бар. Баланың еміне деп халық ақшасына спор ашып және оны өзі талан-таражға салатындай Саниге не болып қалды? Меніңше Сани құмар ойындарына кіріп кеткен адам сияқты, өзі шын ниетімен көмектескісі келді, бірақ әрі қарай сайтанның жетегінде кетіп көзі байланған сияқты. Ол ақшаларды неге қайта-қайта сұрай бергеніне өзі де толық жауап бере алмай отыр. Саниде шынымен де сондай мәселе бар болса, ауырын жасырған өледі деген сөзді есіне түсіру керек. Барлық мәселесін өзі мойындап, жаман әдетін қоя салғаны дұрыс болады. Келесі мәселе, қызыл карточканы Ақтілекке салып кеткен кім? Бұл жобада Ақтілектің ең жоғары гонорар алатын қатысушылардың бірі екені ешкімге құпия емес. Демек, Ақтілекке карточканы салу арқылы мафия рөліндегі адам өзінің ақшаны жақсы көретін адам екенін көрсетеді. Дауыс беру арқылы Амигоны кінәлі деп табады. Бірақ Амиго мафия емес болып шығады. Меніңше, Еркебұлан әлі сыртта жүрген екі адам бар деп жақсы бастап келе жатыр еді. Сол мезетте Рамазан сөзін бөліп, бар назарды Амигоға аударып жіберді. Еркебұлан дұрыс болжаған сияқты. Келесі кезекте Дарабоз тағы да бәрімізді күлкіге қарқ қылды. Судың астындағы темірді су бетіне көтеруге болмайды дегенді түсінбеген аңқау Дарабоз темір деп су астындағы камераны көтеріп алды. Ондай шарттары бар ойындарға Дарабозды қатыстырмау керек қой. Ол ұзақ ережелерді есте сақтай алмайды. Еркебұлан келесі ойындарда осыны ескеру керек. Және ойыннан соң Дастанның көпіріп мақтанғанын Еркебұлан көтере алмай бір соққыны жегізіп жібереді. Сол сәтте екі команда арасында төбелес басталды. Дарабоз бен Бақытжан, Бүжай мен Амиго жұптарын ажырату қиынға түсті. Амигоның неге Бүжайға секіріп жүргенін түсіне алмадым. Амиго мен Бүжайдың қарсылас емес екені белгілі ғой. Бүжай бір ашуланса Амигоны жұтып қояды ғой. Хайп қуғанда абыройды да ойлап қуу керек емес пе? Және конференцияда Бақытжан Дарабозға келіп қолын ұсынып тұрып бетінен шапалақ бергені дұрыс болмады. Ең бірінші Дарабоз жасы үлкен жігіт. Бақытжан кішілігін көрсетіп қолын бірінші алуға бара жатыр ма десем, бетінен шапалақпен осып жібергенде мен де Дарабозда шок болып қалдық. Ондай арзан хайпты қуған әдемі емес екенін Сани де көрсетті ғой. Сөзімен ісі сәйкес келмей, сәкен жүр мазақ болып. Апачи да солай көремін деп еді, халықты өзіне қарсы қойып алған соң қайта кешірім сұрады. Бақытжан, сен әлі жас жігітсің, болашағың алда, әлі халықтың алдында жүрерсің, сол үшін еліктейтін нәрселеріңді осы кезден дұрыс таңда. Және Дарабозға үміткерлер көбейіпті. Неге Бүжаймен емес, неге Мапоқпен емес Дарабозбен шығуға таласып жатқандарын түсінбедім. Хайп жағынан Мапоқпен бойға шығу көп просмотр алып келеді деп ойлаймын. Ал Мапоқтың бүгін көрсеткен минуткасы енді бөлек болды. Дарабоздың бүкіл жекпе-жегін қоссаңда осы Мапоқтың минуткасындағыдай шоу болмайды. Мапоқ дайындалып жүргені көрініп тұр. Өзінің елдің алдына шығу, жауапкершілігін түсінеді. Күннен күнге дамып жатқаны көрініп тұр. Жалпы өзі ақылды жігіт қой. Жобада жүрген миссиясы Дарабоз бен Санилерден бөлек екені көрініп тұрады. Келесі жолы Бүжай мен Амигоның шайқасын талқылайтын боламыз. Менің ойымша Бүжай бірінші раундта Амигоны жеңеді. Сіздер қалай ойлайсыздар, жаза кетіңіздер. Келесі видеомызда сіздердің пікірлеріңізді де ескеріп қосатын боламыз. Келесі кездескенше.